Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен сіздерге өзімнің универсальный тренажерімді көрсететін боламын. Ол скамьямен қандай жаттығулар жасауға болады және ол скамьяны қалай жасадым, соны қазір сіздермен бірге бөлісіп көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Міне достар, мына тұрған скамья универсальный, әртүрлі жаттығулар жасауға болады. Қазір қалай жасалғанын көрсетейін. Міне мына жерде аяқ ілгенге арналған осындай ағаш. Мына жақта осылай ары-бері құлап кетпес үшін осылайынан ұзыннан бір ағаш қағып және жылжымайтын тірек ретінде мынау екі бөлігі қағылған. Және ортада ең негізгі бөлігі тірек осылай келіп мынау шегемен қағылған. Мынау негізгі бөлігі астында мындай есікке қағылатын ашым-ашық соған келіп қағылған. Мына тұрған темір, бұл пресс жасағанда аяқты осыған тіреп, мынаған аяқтың ұшын іліп жасайды. Ал мынау болса, бұл отырғанға арналған, бұл бөлек алынады осылай. Бұл сырты, бұл тренажердің сырты кожамен қапталмаған, жай көрпе төсеп жасай береді. Асты осылай жіп кеткен ұзыннан, ол жіп ұзартылып қысқарылады. Міне осылай алдыға, артқа осылай емін-еркін қозғалады. Мынау тұрған ағашты осылай тіреп, отыратын қылып жасайды. Қазір қандай жаттығулар жасауға болады, соны көрсетемін. Достар, осымен менің видеом өз соңына келіп жетті. Егер де видео ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Алда тағы да қызықты контенттер болады. Сол қызықты контенттің бірінде жүздескенше аман сау болыңыздар.